Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Нағима Абдулқызы Ахмадиев атындағы нөмір 102 орта мектептің 7 сынып оқушысы Бекназар Жанизира. Жалпы біз ұзақ сапарға барған кезде немесе басқа қалаға қонаққа барған кезде өзімізбен бірге чемоданды міндетті түрде алып жүреміз. Енді бүгінгі менің әкелген экспонатым ол 1960 жылдардағы кезінде 80 жылдық тарихы бар, кезінде әйелдер қолданған осындай винтажды чемодан болып табылады. Жалпы чемодан түсінігі ол саяхатшылар үшін таныс түсінік болып табылады. Алайда осыдан 2 ғасыр бұрын бұндай чемодандар болмаған. Адамдар ол сапарға шығатын кезде өздерінің жүктерін сандықтарға, себеттерге, тіпті қораптарға дейін салатын болған. Әрине, бұл адамдар үшін өте ыңғайсыз болды. Олар өзінің нәзік және қымбат заттарын ондай сандықтарға сеніп сала алмады. Және де тағы да айта кететін жағдай, бұл чемодандар КСРО кезінде ойлап табылған. Және винтаж стилі дегеніміз не? Және оны кім ойлап тапты? Винтаж стилі ол өткен ғасырдың сән үрдістерін көрсетеді. Оны ең алғаш 20 ғасырдың бірінші жартысында, яғни 20-30 жылдары Норман Норрелл ойлап тапқан. Бұл қазіргі таңда жай ғана стиль болып көрінгенімен, ол өзінің стилімен әлі күнге дейін адамдарды таңғалдыруда. Жоғары сапалы винтаж бұл өте қымбат өнімдер, оны барлығы бірдей ала бермейтін болған. Және де жалпы чемоданның қысқаша тарихын айта кететін болсақ, ең алғаш 2 ғасыр бұрын Египеттегі адамдар сандықтарды қолданатын болған, кейін 1900 жылы багаждар ойлап табылған, кейін 1920 жылы багаждар кішірейіп пульмен деген чемодандар пайда болған, кейін 1940 жылы ағашты ою арқылы, өрнектер салу арқылы, яғни ағаштан жасалған чемодандар пайда болған. Кейін міне 1960 жылы осындай винтажды чемодандар пайда болған. Жалпы бұндай винтажды чемодандар ең алғаш КСРО кезінде пайда болған. Бұндай чемодандар өзінің матасымен, классикалық үлгісімен басқалардан ерекшеленеді. Енді мен өзімнің осындай классикалық винтажды чемоданның құшаммен таныстыратын болсам, ұзындығы 25-40 см, ені 15-30 см, биіктігі 8 және 11,5 см. Сырты осындай былғары қатты жібек матадан жасалған, ал ішін ашып көрсететін болсақ, іші осындай мақта матадан жасалған, ішінде осындай кішкене қалталар болған. Оны кезінде әйелдер қолданатын болғандықтан осындай ыңғайлы қалталары болған. Винтажды чемоданға олар өздерінің осындай нәзік және қымбат заттарын салып, ойламастан сала алатын болған. Және де бұндай винтажды чемодандардың түрлері өте көп болған. Қарап тұрсаңыздар, ол қазір жай ғана чемодан болып көрінгенімен, ол 1960-70-80 жылдар көптеген сұраныстарға ие болған. Атап айтатын болсақ, винтажды чемодан өзінің сол кезде былғары қатты жібек матасымен және де сапасының ұзақ сақталуымен ерекшеленеді. Байқасаңыздар, бұл чемоданға 80 жылдық тарихы бар. 80 жыл өтсе де ол өзінің әлі күнге дейін сапасын және беріктілігін, қаттылығын жоғалтпаған. Және де бұл классикалық өнер, яғни ешқандай суреті жоқ, ешқандай тұлғаның суреті жоқ, жай ғана классикалық үлгіде салынған. Классикалық үлгі ол кезде 1960 жылдары сәнге айналған. Бұл чемодан алдының қатарында осындай винтажды чемодандар болатын болған. Ал енді атап айтатын болсақ, мынау қазіргі 21 ғасырдың кезіндегі чемодандар. Яғни байқасаңыздар, екеуінің айырмашылығы, яғни ең алғашқы осындай бекітпелері, тұтқаларының барлығы осындай винтажды чемоданнан пайда болған. Яғни қазіргі ретро стилдегі чемодандардан барлығы осындай винтажды чемодандардан бастау алады. Міне ол осындай қазіргі таңда біз кез келген көлемде өзімізге таптырмас мүмкіндік ретінде осындай чемодандарды таба аламыз. Яғни үлкен, кіші размерінде және де тұтқасының өзін біз созу арқылы өзіміз қалаған көлем ретінде жасай аламыз. Және кішкене осындай код қою арқылы біз өзіміздің қымбат заттарымызды осыған сеніп тапсыра аламыз. Жалпы ең негізгісі осындай қазіргі таңдағы чемодандардың барлығы осындай винтажды чемодандардан бастау алады.